Машинада отырсам бір бала келді, айтады, мен начинающий мобилографпын, машинаңызға видео түсіріп берейін, сосын оценкасын бересіз ба деп қояды. Түсіріп жатыр енді, қараңыздар. Я бүйтіп суға амандасып жатсың. Конечно, отношения берді, даже бір важный нәрсе болады. Не болады? Съемка болады, начинающий мобилограф. Мамама ашып берген бір салон бар деп ем ғой, істейміз ма, соған келдік, бірақ мына жігіт жетісіп келіп апты. Не істеп жүрсің сен? Тоже массаж істейсің? Жоқ, просто өмір қыстырылысып әйтеуір. В общем, міне қараңыз, мына жерде надпись тұр екен. Назат Байырбекова релакс студия дейді. Еще именно менің сестрам салон жанынан ашып апты. Жазира деп тұр. Келіп көрейік ал. Не маған массаж істейді ма? жоқ, басқа Массаж, ja? Тайский массаж болады. Сосын ана жерде ине салынады. Иглотерапия. Мына бөлмеге кіріп, одноразовый киім киіп шығамыз, жатамыз. Айгүл, қош келдің. Бар. Киім. Қастағы жақ. Мына жақ қарасын, жүр. Мына білесің ба? Түсіне болып қойғасыз? Қанша жасыңда анау? Не? 19 шығар. Ана жерде ине салынады. Мына массажға келген кезде мына арнайы орындық массажист отыратын. Төсек былай ашылады да, ана жерде су болады. Аяққа арналған шөбі бар, өзінің салынады. Қазір суды құямыз, Айгүленді отырғызайық бірінші. Айгүл, мына қараңыз. Одноразовый киім екен. Мұндай массажды алып бердің, бірін алмап бердің. Именно мынандай алып көрмеппін. Осындай арнайы аяққа арналған тазикке жылы су құйылады. Даже ауырып жатсақ та негізінде аяқты жылы суға салып, тұз суға салып сөйтіп жатады ғой негізінде. Пайдалы екенін білемін әйтеуір. Бәрі мен массаж оқыды деп ойлайды да. Не үшін массажист болып кетті дейді да. Осының бәрін мен 7 жыл бұрын Қытайға барғанда ұнатып қалып, сол кезде идея туған ғой. Қазақстанға осыны жасауым керек деп. Бәрі ойлайды, аяқ астынан жасап жатыр деп. 7 жыл осыған дайындалып, төсектердің бәрін ақырын алып, солай. Қараңдар. Қарым болып қоя, кетіп сау көріп болып тұр ғой. Тыныштықта жасау керек. Енді Гүлжан келіп шулап, еркелеп отыр ғой мейлі. Негізінде бала шулаған болмау керек. Орақ сосын. Бөпелерің қалай? Жақсы. Көрдік видеосын. Әдемі балаларың бар екен. Оларды өсіру үшін мықты мама керек. Балалар мықты болу үшін анасы мықты болу керек. Дұрыс па? Дұрыс. Ол сөзі күшті. Анада туған күнің күні ше. Туған күнің күні. Деп сөйлеген ғой кеше. Дұрыс па деймін да, сен дұрыс дейсің да. Соны біреулер мамасы немене бәле, бір түрлі сұрақ қойды дейді да, мен қалай бар солай сөйлей салам. Мен қойылды. Дұрыс па? Бәрі дұрыс дейсің. Пока бәрі дұрыс болып жатыр. Максим кездестік, бірақ что-то андай күшті амандаспады. Күндегідей, бірақ біз күнде кездеспедік па, сондай сияқты, Иә, сол. Ой. Тоня алып дайындалып отыр екен. Қайқа барамыз? Антаяның ар жағына. Жарайды. Бұл кісімен қайқа барсам да жүре беремін ғой мен. Пожалуйста, ойнатпашы, анам не ерсін деп эфирде басқа нәрсе мойын деп отыр. Ей, ол вообще ойлаймын, сен ойлағандай емес. Сен мойын тұрғанда не істеймін басқа мойынды? Жоқ, сен. Жарайды. Мына жақта біз осылай отырмыз. Тәуіржан мамасы Ләззат ханымның массажный салонына келдік. Қасында мынандай мен. Негізі свет бәрі өшіп тұрады, біз қазір уақытша қосып қойдық. Елдар мына жақта. Құттайсың? Жақсы. Енді бұл кісі де бізбен бірге жүр. Күшті екен негізінде, тайский массаж негізі бұрын алған, бірақ именно бұндай емес. Бұл жақта кәдімгі аяғында да шөп суға араластырып салып қояды екен. Енді қазір бұл массаждан бастайды. И Ләззат ханым банка қояды екен. Рахмет. Айгүленов келді, қош келдің. Массаж, иә? Тайландский, тайский массаж болады. Мына бөлмеге кіріп, одноразовый киім киіп шығамыз, жатамыз. Айгүл, қош келдің. Бар. Киім. Мына массажға келген кезде мына арнайы құрметті достар, қараңдар деп Айгүленов келіп қапты біздің релаксқа.
Ал достар, елдерді, Тәуіржан досы елдерді енді біраз танитын шығар. Біз қосылайықта бір ортада тема шыққан болатын осы кісі үміткер болып келген кезінде. Енді ол кезде біз жұмыс бойынша дегенбіз көп сенбеген, бірақ шынымен де жұмыс бойынша жазғанымыз бар еді. Ананың ортасын кесіп пышақпен. Ортасын. Иә, вилкамен ұстап тұр да. Не шығады сонда ішіне? Не мынау? Сыр ғой. Соны астына помидормен жейсің. А? Сыр емес бұл. Сыр емес ау, басқаша. Сыр емес ау, сыр емес ау. Ет қақты ма? Ет жейін деп тұрған еді. Ет жоқ екен бұл жерде. Итальянский ресторан. Болмаса да жерде пицца жасап Мынау вообще. жұмыс істеп жатыр. Етпен жеймін деді. Иә. Ал енді көрейік енді. Иә, мынау более түрі әдемі болып тұр енді. Көрсейін, дәмін көрсейік. Именно еттің дәмі қойшы. Бұл отбивная деген сияқты ғой. Ол қалай? Типа етті ұрып ұрған ғой, короче. Ұрып ұрып. Қысма?